Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі тақырып расклева премикс жайлы болады. Расклева премиксін үй құстарына, үйректерге, қаздарға, тауықтарға өз жұмыртқасын жеп қоятын болса, және де каннибализм ауруы, яғни біреуінің бір жері қанап, бір жарақат алатын болса, барлығы соны шоқып жеп қояды. Осы кезде осы премикс азыққа қосылып беріледі. Және де бұл премиксті үй шошқаларына беруге болады. Оларда да дәл осындай каннибализм ауруы болады. Егер де тауықтар өз жұмыртқасын жеп қоятын болса, 10 тауыққа 2 ас қасықтан жеміне қосылып беріледі. Ал каннибализм жаңағы бір-бірін шоқып жейтін кезде 3 ас қасықтан 10 тауыққа беріледі. Бұл жемге, кебекке немесе жаңа комбикормға қосылып беріледі. Расклева премикстің құрамында витаминдер, минералдар және амин қышқылдар бар. Осының арқасында бұл зат алмасу процесін күшейтеді және ағзадағы қажетті заттардың орнын толықтырып, ағзаның жалпы деңгейін көтереді. Құстарға премиксті беру барысында сол аталған жаңағы каннибализм немесе жұмыртқаны шоқу тоқтаған кезге дейін беріледі. Одан кейін қарапайым премикстарға, арзан премикстарға, рябушка, несушка соларға ауысуға болады. Оға дейін міндетті түрде осы расклева премикс беріледі. Назарларыңызға рахмет.